Қайырлы күн достар, бүгін 7 шелпек пісіреміз. Жарты стақан жылы сүтке жарты стақан су қосып, жарты шай қасық тұз қосып, шай қасықтың 1/3 бөлігімен соды қосып, 1 ас қасық сұйық май құйып, ұнымызды қосып, қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды иін қандырып, жақсылап илеп, целлофанға салып 5 минут тындырып қоямыз. Енді тынған қамырымызды алып, теңдей етіп 7 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті видеода көрсетілгендей домалатып дайындап аламыз. Осы кезде майымызды отқа қойып қоямыз да, шелпектерімізді дөңгелетіп жаюға кірісеміз. Осылай барлық шелпектерімізді жайып дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майда шелпектерімізді бір-бірлеп жақсылап пісіріп аламыз. Сонымен шелпектеріміз дайын. Әр өңірдің шелпектері әртүрлі, ал біздің өңірдің шелпегі осындай.